Күзей шекер агрофирмасында шекер шөгіндірін алу іші бара. Биреде татлы тамырны 2900 гектар майданда өстіргенлер. Менә бүгінгі матур күнні Аллаға тапшырып шөгіндір алушыға кіріштік. Біздің алда қойылған задача 2900 гектар көлемінде майданны алырға. Қаралған 4 единицы комбайн ропа Тигр, погрузкаға ропа Маус, барысы да яхшы межсезонный ремонт үтті. Быйылғы хава тұрышы шөгіндір үшін оңай келді. Вақытында жылысы да, яңғыры да болды. Шуңа күрә гектарынан 450 центнер оңыш шыға деп білгішлер. Біздің задание күнгі 3000 тонна шекер шөгіндірі қазырға. Соңғы 10 күн ішінде Агросила компаниясы бүтін 34 000 гектар жерінде аудит өткерді басуларының. Аудит негізінде кешегінек 3-ші күнгі даныйлар негізінде енді біздің 450 сетмер бүгін күнде басуда оңышыбыз бар. Шушы 450 сетмер білен кіріп кетеміз орып жеу ішіне шөгіндіріне ала башлауға. Иртеден күннің жылы құяшлы болуына сүйіне ол қызметшінлері. Басуда ішіні ұйыштыру хауа шартларына бейлі шол. Шейханур Миникаев бұл тармақта 40 елдан артық қызмет қоя, мұңа қадар икмек сұқтыруда қатнашты. Қазір шөгіндір алу комбайнына отырған. Қойдағын әшлесі де олда тұрушы бұрышыны яқшы аңлай. Мына мұнда сақырының стак көп, мына мұнда шөгіндірде. Самый матур шөгіндір мына шындай, стритный шөгіндір бұл. Аллаға шүкір, шөгіндірлер әбет матур, әлі бұлардың учаселері бар, әлі бүтінісі олда. Әлі бүгін бірінші күн екен. Илгиз Беккинин шөгіндір алуда 2-ші сезон ішлеуге қарамастан қуатлы техниканы тез үзлештірген. Настроена әбет енді, бүтін заправкалар нелер заправ етілген, комбайндар ремонтланған. Оңыш әбет бұйы. Яқшы. Сонаулы минутлар ішінде басу ортасында шөгіндір тауы барлыққа келі. Район басу қырларында бұйыл әлігі культураны 9300 гектар майданда өстіргенлер. Бүгін 21 августа 3 агрофирмада да татлы тамыр қазы башладылар. Бұйыл бек зор көлемде оңыш күтілі 1 300 000 тонна шөгіндір шығар деп ойлы аграрилар. Адиля Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары.